Dağın arasından atının aynavlım, atının aynavlım. Mына қадірменді ағайын, ащысымды қосып айтайын. Мынау бір той бастап жатырмын. Осындай қарияларды сыйламай, осылай өлең айтып жатқан кезде, ей тамада, сен неге тосты созып жібердің дейді. Бұл кісілер бүгін міне өлең айтып жатыр. Ертең естелік болып қалады бұның бәрі қадірменді ағайын. Бұның бәрі көңіл. Мынау қадірменді ағайын, ер азамат баптан мінген жігіттің аты жүйрік дейді. Қартын сыйлаған елдің еңсесі биік дейді. Қарттарымыз әрдайым сыйлап жүрейік қадірменді ағайын. Ендеше жақсы тірек жалғасында бітіп, өмір атанбай ешкім жетпейді. Бұл кісінің үйінен той томалақ кетпейді. Телевидениеға жұмысқа тұрам деушілер болса, өмір атамыздың сөзін сөйлемесе өтпейді деп білдім. Осыға чағына көріп қойсаңыздар. Енді құрметті көпшілік, мына әкелі балалы Жантас пен Бағдәулетпен біраз танысым бар еді. Мына облыста ең танымал асабалар. Соны пайдаланып, 2 минут регламент созайын. Таныстар Бағдәулет. Анау адам келіншек алғанша өмір сүреді екен, ары қарай бәрі естелік. Менде қазір адам немереме арнап бірдеңелер жазып қоямын, сондай есіме түсірді. Бала кезімдегі ең алғасында кенже әпкем келін болып түскен. Апам әйтеуір сүрініп қабынып ойбай құдашаны әкеліп қойыпты, мөлеу қайрым деп сүрініп қабып кеткен. Одан кейінгі тағы бір естелік, есіктің алдынан, біздің үйді білесіз ғой, қайтешке бір ақ көйлек киген келіншек өтті, қыз ғой, шашын киіп алған, бесен көкемеке өтті. Енді мына жастар үшін естелік, мына оңтүстік ауылында ең алғаш микрофонмен өлең айтқан сәулелішем. Есіңізде ме? Қазір қайтқанда деген орай, Шынжырай көп тойында. Есіңізде? Бірінші рет микрофонмен өлең айтылған өлең. Ал енді мынау өзіміз келсе, мынау